Әйгілі түркі ертегі қолыбық. Көбіміз тіптен ол не туралы екенін білмейміз де. Енді тікелей несін алып мен сіздерге айтып берейін. Бір күні бір кемпір мен шал балалы болғылар келеді. Сөйтеді да үйлерінде дым жоқ. Қалай немен істейтінін білмейді. Әйтеуір бірдеңе қылып, бірдеңе жасайды да, сөйтеді да жаңағы бауырсақ пісіреді, шелпек пісіреді. Сөйтеді да ол шелпек әдемі болады. Сол шелпекті бағып өсіреміз дейді да, әдемі болғандықтан көз өтпесін деп оның атын қолыбық деп қояды. Сөйтіп жаңа қолыбық қыз өсіп келе жатады, үлкейген кезде, есейіп қалған кезде қоянмен жүре бастайды. Сосын әкесі мен шешесі айтады, дейді, қолыбық дейді, сен теңімен болу керек, тезек қабымен болу керек дейді. Біз саған басқа қолыбық жігіт тауып қойдық дейді, атастырамыз дейді. Сөйтсе қолыбық қыз, жоқ дейді да, мен тек қана өз қояныма байға тием дейді. Шетелге байға тием дейді. Сөйтеді да қоянмен қашып кетеді. Ал қоян болса, оны бірнеше уақыт пайдаланады да, сөйтеді көтінен бір тебеді да, қолыбық қызды қуып шығады. Сөйтіп қолыбық жылайды, бірақ әке шешесінің үйіне қайта алмайды. Ұят қой. Сөйтеді да әрі қарай барады, жезөкше сияқты болып, қасқырға кездеседі. Қасқыр мен бірнеше уақыт өмір сүреді. Сөйтеді да қасқыр да оны бір күні көтінен бір тебеді да, сөйтіп қолыбық қызды қуып ұшады. Аюға кездеседі, сөйтіп жүріп, әрі қарай барады, сөйтіп аюға кездеседі. Аюмен де бірнеше уақыт өмір сүреді да, сөйтеді да аю да одан шаршап кетеді, сөйтіп көтінен бір тебеді да, қолыбықты шығарып жібереді үйінен. Сөйтіп соңында түлкіге кездеседі. Түлкімен тұрып атады. Түлкі енді сәл не болғандықтан қызығады, сұрайды, қолыбық дейді, сен осы уақытқа дейін не істеп жүрдің дейді, әке шешең қайда деп сұрай бастайды. Сөйтеді да қолыбық шындықты айтып береді түлкіге. Түлкі болса шошып кетеді, неше байдан айырылып, неше байдың қолына өткен қызға үйленген үшін сөйтіп пышақталады да, қолыбықты өлтіріп тастайды. Содан кейін бүкіл газеттердің барлығы жаңалық болып шығады. Түлкі өз қатынын, өз сүйіктісін өлтіріп тастапты деген. Кейбірлер жазып атады, бір сайқалдан болса да арылдық қой деп. Ал қолыбықты туған туыстары білген кезде не дейді? Жақсы болыпты дейді, манкүртке сол керек дейді да, әрі қарай өмірлерін жалғастырады. Осылай. Аман болыңыздар.